Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Өмірзаковна, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, номер 7 орта мектептің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Біз бүгінгі сабағымызда 4 сыныптың өзін-өзі тану пәнінің 28 сабағы жанды су тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Құндылығы қиянат жасамау, қасиеттері тазалық, қамқорлық, үнемшілдік. Сабақтың мақсаты судың табиғатта адам өмірінде алатын мәнін аша отырып, қиянат жасамау құндылығын қалыптастыру. Құрметті балалар, ал енді әдеттегідей жайлы отырып, денемізді бос ұстап, ойымыз бен жүрегімізді таза судай, мөлдір жақсы көңіл күйге толтырайық. Олай болса, балалар, мына бейне жазбаға назар аударайық. Мінекей балдар, сендердің әсем табиғаттан керемет әсер алғандарына сенімдімін. Бүгінгі сабақтың дәйек сөзі су жоқ жерде өмір жоқ, ол ақиқат. Мәриям Қақымжанова. Мінекей дәйек сөздің авторы Мәриям Қақымжанова кім, балалар? Мәриям Қақымжанова әйел теңдігі журналда әдеби қызметкер болып істеген, жауапты хатшы, Қазақстан жазушылар одағының бөлім меңгерушісі болған ақын жазушы апамыз. Олай болса, су жоқ жерде өмір жоқ, ол ақиқат дәйек сөзін талдап көрейік, балалар. Адам судан қандай жақсы қасиеттерді, әрекеттерді үйренеді, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Сендер өткен сабақта судың жақсы қасиеттерін, судың адамға пайдасын және судың құпияларын зерттеп, біраз жақсы мәліметтер алған болатынсыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Адамдар судан тынбай еңбек етуді, еліне қызмет жасауды, мақсатына жетуді, ешкімнен ақы сұрамауды, риясыз жақсылық жасауды, өзін таза ұстауды, ақжарқын екен. Осылай болса, дәйек сөзден ой түйгендеріңді, өз ойларыңды дәптерге жазайық, балдар. Ал бүгінгі сабаққа таза бұлақ мәтінін, жақсы қызықты әңгімесін сіздерге мен алып келдім. Ол мәтіннің авторы Ыбырай Алтынсарин. Біз бәріміз білеміз ба Ыбырай Алтынсаринді, балдар? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Ыбырай Алтынсарин ол қазақ халқының ұлы ағартушысы, педагог, этнограф, ғалым, жазушы, ұстаз. Олай болса, таза бұлақ мәтінін мен сіздерге оқып берейін. 3 жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан, айналасы қалың біткен ағаш жапырақтары бұлақтың үстіне төгіліп, суы мұздай салқын, шынындай жылтылдап тұрған сонша әдемі таза бұлақ екен.
су шыққан жеріне бір қазандай тасты біреу ойып қорғаныш қылып, тастың суғарар жеріне жазу жазыпты. Әй жолаушы, болсаң осы бұлақтай бол, деп. Манағы 3 жолаушы бұлақтан ішіп қанған соң жазуды оқып, біреуі саудагер екен. Ол айтты: бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күн-түн тынбай ағып алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп, үлкейеді. Бұған бөтен бұлақтар құйып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұрат сол: сен де адам тынбай қызмет қыл, еш уақытта жауқаланып, тоқтап қалма. Сөйтсең, ақырында сен де зорайып мұратыңа жетесің дегені ме деп білемін, деді. Екінші жолаушы мүсәпір молда екен. Басын шайқап: жоқ, мен олай ойламаймын. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаннан гөрі жоғарырақ соқса керек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, жанын рақаттандырады, сусағанның сусынын қандырады. Оның үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Бұлай болса, адамға да әбірет сол: біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегені болса керек, деді. Үшінші жолаушы көркем келген бір әдемі жігіт екен. Бұл үндемей тұрды. Жолдастары: сен не ойлайсың, деп сұрады. Жігіт айтты: менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп шалаң түсіп, лай қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрғаны үшін ынтық болады. Олай болса, жазудың мағынасы: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Нешік бұлаққа қарасақ, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Көңілің сол реуішті сыртқа ашық көрініп тұрсын дегені ме деймін, дейді. Мінекей Ыбырай Алтынсарин бізге керемет үлгі болатындай жақсы керемет әңгіме жазған екен. Мінекей балдар, өз ойларыңды түйіндеп, осы 3 жолаушының да керемет ақыл сөздерін ойларыңа түйіп алыңыздар.